Армысыздар қазақ елі. Қасиетті Рамазан айына санаулы күндер қалды. Бүгінгі тақырыбымыз ораза туралы мәлімет болмақ. Қандай әрекеттер оразаны бұзады? Ораза ұстап жүргенін біле тұра қасақана тамақтану мен темекі шегу. Егер ораза ұстаушы әдейі бір нәрсе жесе немесе ішсе, темекі шексе, онда оның сол күнгі оразасы қабыл болмайды. Бірақ егер ол қасақана емес, байқамай жеп қойса, ол адам ораза ұстап жүрген есіне түсіре салысымен тамақты немесе суды ішуін тоқтатуы керек. Ол оразасын осылай жалғастырса, оразасы бұзылмайды. Екіншіден, төсек қатынасына түскен жағдайда жыныстық қарым-қатынастан кейін ораза ашылады. Ерінге ерін тигізіп сүйісу, сондай-ақ саналы түрде жыныстық қатынасқа түсу оразаны бұзады. Үшінші, мұрын мен құлаққа дәрі тамызу. Ораза ұстаған адам мұрынға немесе құлаққа тамызатын арнайы дәрі-дәрмектерді пайдаланған кезде, ол көмейге түсетін болса, онда ораза бұзылады. Бірақ көктамыр немесе бұлшықетке салынатын инъекциялар, сондай-ақ көз тамшылары оразаны бұзбайды. Төртінші, тамақты шаю кезінде сұйықтық жұтып қою. Ораза ұстағанда тамақты емдік мақсатта немесе жай сулау үшін шайған кезде аса сақ болу керек. Себебі ішіңізге су кетсе, оразаңыз бұзылады. Дегенмен ораза ұстаған адамға суға шомылуға және ваннаға түсуге рұқсат етіледі, бірақ мұрын қуысымен тамаққа және құлаққа сұйықтық кіріп кетпеуі керек. Бесінші, медициналық ингаляторды қолдану. Ораза кезінде мүмкіндігінше ингалятор қолданудан аулақ болу керек. Алтыншы, әдейі құсу. Егер ораза ұстаушы адам құсуды қасақана тудырса, онда оның оразасы бұзылады. Егер ол өз қалауымен құспаса, онда оразасы жарамды болады. Жетінші, етеккір келгенде. Күндізгі уақытта әйелдерге етеккір келген жағдайда ол ораза ұстауын тоқтатады. Ол бұл күндерді айдың аяғында өтеуі керек. Ораза ұстаудың артықшылықтары. Ислам дініндегі бұл парыз оны ұстайтын сенушілердің қадір-қасиетін арттырады. Біріншіден, ораза адамдарды жұмақ бақшасына кіргізетін кілт болмақ. Ол жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деген: шынында жұмақта ар-райян деп аталатын қақпа бар. Қиямет күні келгенде қақпадан ораза ұстағандар ғана кіреді. Бұл қақпа арқылы басқа ешкім кіре алмайды. Екіншіден, ораза қиямет күнінде мұсылманның шапағатшысы болады. Қиямет күнінде ораза және Құран кәрім Аллахтың құлы үшін шапағат етеді деген хадис бар. Үшіншіден, ораза күнәларын кешірілетін айы. Сонымен қатар, жаратушы ораза ұстаған мүміндердің барлық тілегін қабылдайды делінген. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Ораза ұстаған адамның ауыз ашу кезіндегі дұғасы ешқашан кері қайтарылмайды деген болатын. Әдетте, ораза ұстаған адам күндізгі уақытта ас су ішіп жеуге болмайтынын түсінеді. Шын мәнінде бұл ұғым тек тамаққа ғана шектеу қоюмен сипатталмайды. Ораза кезінде тамақтан ғана емес, көзбен, қолмен, тілмен жасалатын күнәлардан, сондай-ақ кейбір әрекеттерден бас тарту керек. Мүмін ораза ұстай отырып, мұны өзінің жаратушысы үшін жасайтынын және басқа ешқандай ниеті жоқ екенін айқын сезінуі керек. Рамазан айында ораза ұстау мұсылманның 5 парызының бірі. Бұл қасиетті айда ораза ұстағандар үлкен рақымшылыққа ие болады. Ал оны ешқандай себепсіз ашқандар қатаң түрде жазаланатын болады. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ораза туралы: кімде-кім Рамазан айында жаратқаннан рақымшылық күту үшін үміт пен сеніммен ораза ұстайтын болса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі деген болатын. Исламдағы ораза ұстау уақыты. Исламда оразаны күндізгі уақытта ұстайтыны белгілі. Уақыт санағы таң сәріден басталады. Бұған дәлел ретінде мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран кәрімдегі мына аятты келтіруге болады: ақ жіпті қара жіптен ажырата алмайтындай таң сәріде ішіп-жеп алыңдар, содан кейін кеш батқанша ораза ұстаңдар. Ораза ұстаушы таңғы асты таң намазы болғанға дейін кем дегенде жарты сағат бұрын ішіп болуы керек. Бірде дін жолына берілген сопылардың бірі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан сәресі мен азан арасында қанша аралық уақыт болу керек деп сұрайды. Сонда ол 50 аят оқуға қанша уақыт қажет болса, сонша уақыт деп жауап берген.